Баршаңызға сәлем, сіздермен пайдалы кеңестер арнасы тіс ауруын басатын 7 тәсіл. Ең алдымен арнама тіркеуді ұмытпаңыз. Тіс ауруы күтпеген кезде келетін мәселе. Алайда тіс адамның ең жанды жері. Бұл жағдайды түзетіп, қорқынышты сезімнен қалай арылуға болады? Және сіздерге тіс ауруын басатын 7 тәсілді ұсынғым келіп тұр. Бірінші, тіс ауруына қарсы сарымсақ, пияз және тұз көмектеседі. Бұл тағамдарды уатып, тіске басу арқылы аурудан арыла аласыз. Екінші, мақта тығынын самырсан майында жібітіп, ауырған тісіңізге немесе қызыл иекке 10-15 минут қойып, 1,5-2 сағаттан соң тағы бір рет қайталасаңыз, нәтижесін көретін боласыз. Үшінші, тіс ауруын құтылуға бас бармақ пен сұқ саусақтағы сүйектері кездесетін жерге массаж жасау арқылы көмектесеміз. Массажды тіс ауруы аймағына қарама-қарсы саусақпен жасаймыз. Әрекетті 5-10 минут сайын жасап тұру қажет. Төртінші, ауруды жеңілдетуге белгілі бір нүктеге массаж жасау көмектеседі. Жоғарғы еріннің үстіндегі нүктені тауып, бір қалыпты массаж жасау арқылы ауруды басуға бола алады. Бесінші, ауруды бәсеңдетуге орамалға қапталған мұз кезектері бетіңізге басу көмектеседі. Алтыншы, 5 немесе 6 тамшы йод пен 1 қасық тұзды алып, оны 1 стакан суда ертіп, ауру тісіңізді шайыңыз. Жетінші, ауруға қарсы көмекшілердің бірі шүйгіншөп тұнбасы мен комфорт спирті. Осы тұнбалардың біріне шайылған мақтаны тісіңізге басыңыз, ауруды тежейді. Әрине, тісіміздің саулығын күтіп, тіс дәрігерін қабылдауында жиі болуымыз керек. Алайда ауру айтып келмейді ғой. Сондай кезде не істеу керектігін білдіңіз. Менің берген ақпаратым сіздің пайдаңызға жарады деген үміттемін. Рахмет.